Bir ay burun siz maraldı meselesini aytып ediniz. Айналсамыз, сәл сабыр етіңіздер деп. Одан бері бір ай өтіп кетті. Әлде ауыл халқы сізді күтіп отыр, мысалы. Индустрия министрі айтып еді өзі деп. Бірақ сіз өзіңіз бармадыңыз. Мен бұрын барғанда да мен өзім барам деп айтпадым. Жалпы біз сол жердегі кәсіпкермен және өңірдегі халықты бірге екеуін де тыңдап, одан соң ғана шешім қабылдаймыз деп айттым. Енді тиісті өкіліміздің министрлік өкілі, комитеттің төрағасының орынбасары, геология комитетінің ол кісі баратын болады. Экология комитетінің орынбасары бірге бару жоспарлап отыр. Біздің айтып отырғанымыз осы апта барсын деп. Ол өзінің жұмыс кестесіне қарайды. Ол бір. Екінші, жалпы халықтың көтеріп отырған мәселесі енді қазір ертеңгі жерді қазбаламаса екен деген ғой мәселе. Ол жақта қазір жүріп жатқан жұмыстар барлау жұмыстары. Барлау жұмыстары 2024-тің соңына дейін болады. Яғни қазбалау жұмыстары жоқ. Барлау жұмыстары. Халықтың көтеріп отырған мәселесі ертең соны тиісті зауыт салынғанда бізге жалпы халыққа экология жағынан зиян келтірмейді. Бірақ мәселені жеткізгім келеді. Ешқандай зауыт тиісті экологиялық қорытынды алмай, оның ішінде халықпен келіспей салынбайды. Оны сіздер де жақсы білесіздер. Кез келген зауыт салу үшін бірінші ең басты тиісті құжаттарын жинап тұрады. Сол құжаттардың ішінде құжаттардың бір бөлігі халық пен қоғамдық келісім өткізу. Ол жерде тек қана келісіп, одан соң ғана салынады. Қазір ол жақта қазба жұмыстары жүріп жатқан жоқ, барлау жұмыстары жүріп жатыр. Барлау жұмыстары 24 жылға дейін лицензиясы бітеді. Енді сіздер бір ай, бір апта деп жүрген кезде халық уже көпірді жабамыз деп жатыр. Енді жағдай кішкене ушығып кетеді деп ойламайсыздар ма? Мысалы, сіз бір ай бұрын айттыңыз, әлі барған жоқ. Енді қашан десе, осы апта десе, осы аптаның нақты қай күні мысалы? Әр әкімдіктің, әр өкілдіктің, министрліктің өкілінің болса, әркімнің өзінің жұмыс кестесі бар. Жұмыс кестесіне сәйкес барады. Сол бізде комитеттің төрағасының орынбасары жұмыс кестесіне осы аптаға жоспарлап отыр, осы апта барады. Ағалар жарайды енді. Таңертеңнен айтқан сөздеріңіздің расымен дәлелді бәрін көрсетіп шықтыңыздар аралап. Көзбен көрдік. Көргеніміздің бәрін қағазға түсіреміз, айтамыз, жеткіземіз. Аламыз жаңағы үлгілердің номері бар. Кайырхан Сергеевич айтты ғой, біз министрге ертең кіреміз, айтамыз. Одан бөлек 10 күндік мені зерттеп қарайық деп уақыт сұрап тұрмыз. Байланыста боламыз, телефондарымыз бар. Өздеріңізге рахмет. Жан айқайдың бәрін түсіндіңіз. Мен кәдімгідей алтын жуғамда алтын разведка болған жоқ, жерде добыча болған чисто. Добыча. Не было 4 отстойника. Прямое выпускали вот с хвоста, воду выпускали прямо в реку. Мана істегеннен кейін, право, смотрите. Осыны істегеннен кейін, какое доверие будет? Какое доверие? Как вы можете? Вы же могли сказать, ребята, у вас там целый шлейф нарушений, а как я буду вам выдавать разрешение? Это разные вещи. Вы сейчас говорите про Маралиху, это же одни и те же люди. Вы тоже понимаете, что здесь одна компания, то есть отдельное юридическое лицо, другое юридическое лицо. Там же мы рассматриваем другой проект. От того, что ордендар ауыстырғаны люди те же остались. Компания поменяет. Сегодня вот... Вы же грамотный человек, вы понимаете, юридические лица, это разные. Мысал үшін, мен алайық, қаншама қопарды астым, сен бардың? Бар. Сонда ойлаш, вы штрафовали за эти нарушения на 200 тысяч тенге. Это мы штрафовали. За недропользователя 200 тысяч тенге, это 5 грамм золота. Ну понятно. Там же у них, вы знаете, до 2017 года закон разрешал работать в русле реки. Я согласен. Это вопрос уже по воду. Как работать? По водному кодексу. Жазда жиналыс, күзде жиналыс, ерігіп жүрген қазақ жоқ бұл ауылда. Бәріміз малмен, жанмен айналысқан адамдармыз. Таситын шөбіміз бар, таситын отынымыз бар. 10 күн сайын жиналыс. Осы жиналыс тоқтатылсын, фабрика жабылсын. Біз түгел соған қарсымыз.